Ауызекі және жазба тілде сөйлеу туралы түсінік. Ауызекі сөйлеу адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, сөйлесуі, хабарласуы, әңгімелесуі тіл арқылы ауызша жүзеге асады. Екі адамның бір-бірімен әңгімелесуі, телефон арқылы әңгімелесуі, теледидар, радио тыңдаулар жатады. Жазбаша сөйлеуде адамдардың бір-бірімен пікірлесуі, хабарласуы, әңгімелесуі жазбаша түрде орындалады. Кітап, газет, журналдар. Электронды пошта арқылы хат жазысып сөйлесу жатады. Алыстағы ата-әже, аға қарындастарына хат жазу жатады. Сөйлеу ерекшеліктері: дауыс күші, сазы, ауызекі сөйлеудің мәнерлеуші құралдары. Ауызекі сөйлеу арқылы өз ойымызды білдіре аламыз. Әр нәрсені сипаттап айта аламыз. Алыста кетіп бара жатқан адамды айғайлап шақыра аламыз. Сонымен қатар, үй жануарларын да осы сөйлеу арқылы бағындырамыз. Тіпті әсем-әнді де жүректі тербетіп айта аламыз. Ауызекі сөйлеуге қатысатын мәнерлеуші құралдары: өкпе, тамақ көмейі, тіл және тіс. Жақ бұлшық еттері. Осы аталғандар сөйлеудің мәнерлеуші құралдары. Ауызекі сөйлеу кезіндегі дене қимылы және жазба тілде сөйлеудің ауызекі сөйлеуден өзгешелігі. Сөйлеу құралдарының бірі мен түсіндіру. Дегеніміз ішкі сезімнің дене арқылы сыртқа білінуі. Бас изеу, күлу, жылау, қолмен белгі беру, ауызбен белгі беру. Бет құбылысы, яғни мимика дегеніміз бет пішінін өзгерту, көз жанарын құбылту арқылы сөйлемдегі сөз мағынасын түсінуге, айтылған ойды дұрыс қабылдауға көмектесетін көмекші құрал. Адамдар ойын жеткізуді тек сөзбен сөйлем арқылы беріп қана қоймай, дене қимылы және арқылы көрсетеді. Дене қимылы мен ауызекі сөйлеуде қолданылады. Ауызекі сөйлеу ертеде пайда болған. Адамдар жазу сызуды білмеген кезде өз ойларын келесі адамға ауызша жеткізіп отырған. Сондықтан халық аузындағы аңыз, әңгімелер, ертегілер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер, халық әндері, батырлар жыры, тағы да басқалары бізге ауызекі сөйлеу арқылы жеткен. Ертеде жазу бірден пайда болған жоқ. Адамдар өздерінің айтқысы келген ойын тасқа сурет салу арқылы білдіріп қалдырған. Оларды суретті жазулар деп атайды. Мұндай суреттер үңгірлер мен тастарда әлі күнге дейін сақталған. Осындай құнды ескерткіш Орхон-Енисей жазбалары қазір елордамыз Астананың мұражайына әкеліп қойылды. Оларды суретті жазу деп атаймыз. Сөйтіп, бірте-бірте жазу пайда болды. Жазуда халқымыз қамыс пен жарғақ теріге жазды. Кейіннен қағазға басып, кітап шығарды. Қазақ халқы алғаш араб әліпбиін қолданды. Кейін латын әліпбиіне көшірілді. Қазіргі қолданып жүрген әліпбиіміз орыс жазуына негізделіп жасалған. Тек қана қазақша дыбыстарды таңбалайтын 9 әріп қосылған. Бұны біз жазбаша сөйлеу деп атаймыз. Ал жазбаша сөйлеуде болған оқиғалар мен деректер кітапқа жазылып қалдырылады. Жазбаша тілдің ауызша тілден ерекшелігі айтылған сөз жазылған қалпында өзгермей сақталып отырады. Олай болса, жазбаша тіл адамдардың хабарды жазбаша жеткізіп айту,